Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сыныпта әдебиеттік оқу пәнінен өтеді. Сабақтың тақырыбы жыл мезгілдері туралы ертегі. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды табу. Балалар, мұқият мына суреттерге қараймыз. Қандай жыл мезгілдерін ұнатасыңдар өздерің және неліктен? Осы ойларыңды жинақтап, толық жауап беруге тырысыңдар. Ендеше жыл мезгілдері туралы ертегіні мұқият қана тыңдаймыз және содан кейінгі берілген тапсырмаларды орындаймыз. Жыл мезгілдері ертегі. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз шатақ мінезді, әдесе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанмен әкесі оны бір беткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі де жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса, көмейі көрінетін адалдығымен, таңғы шықпай мөлдір пәктігімен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге ол ренжіп, бұртиып, қабағын түйіп қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тыя алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді жомарттығы мен ақ көңілдігі үшін бәрі де ұнатыпты. Жақсы, ендеше балалар, берілген тапсырманы мұқият қана тыңдайық. Ертегінің мазмұны бойынша кестені толықтырамыз. Бірінші кестеге жыл мезгілдерін жазасыңдар. Екінші кестеге кейіпкерлерді сипаттайсыңдар. Үшінші кестеге өздеріңнің пікірлерін жазасыңдар. Тапсырманың дескрипторы. Бірінші кестеге жыл мезгілдерін атауын жазасыздар. Екінші кестеге жыл мезгілдеріне байланысты айтылған кейіпкерлердің сипатын кестеге жазасыздар. Үшінші кестеге өзіңнің пікірін толықтырып жазасыздар. Екінші тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті жыл мезгілін атауын жазасыңдар. Дескрипторы. Берілген әр сөздің тұсына тиісті жыл мезгілінің атауын жазады. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша үйге тапсырма беріледі. Бірінші, жыл мезгілдеріне қатысты сурет салыңдар. Екінші тапсырма, өздеріңе ұнаған жыл мезгілі туралы өлең жолдарын жаттап алыңдар. Берілген тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Сау болыңыздар.